Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерден азғантай ғана өтінішім бар. Арманым орындалуына аз ғана подписка жетпей тұр. Егер контентім ұнаса, арнама тіркеліп, қолдау көрсетіңіздерші. Сіздердің бір батырмаңыз мен үшін үлкен қуаныш. Құрметті тыңдаушылар, бүгін мен сіздерге жүректі сығып алатын бір оқиғаны айтып бергім келеді. Бұл 1942 жылдағы ананың қорқынышты таңдауы және өмір сүрудің жалғыз жолы болған өтірік туралы әңгіме. Басты кейіпкер Нұргүл Ғаббасқызы бір күні келіншегінде немересінде жоғалтқан. Бірақ үмітсіздікке берілудің орнына ол шарасыз қадамға барды. Екі мүлдем бейтаныс өліп бара жатқан адамды өзінің отбасы мүшелері деп шығарды. Ол жылдар бойы майдандағы ұлына оның әйелі мен қызының тірі екенін өтірік айтты. Бұл әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар және бір сұраққа жауап беріңіздер. Сіздер оның орнында болсаңыздар, қалай істер едіңіздер? Ол жаңа бақытты өтіріктің негізіне құрған дұрыс па? Тыңдағаннан кейін пікірлеріңізді түсініктемелерде жазыңыздар. Әр сөздеріңіз біз үшін маңызды. Ендеше қос өтірік. 1942 жыл. Нұргүл Ғаббасқызы, капитан Құлшықовтың анасы, фургонда басқа эвакуацияланған ондаған адамдар сияқты сілкініп бара жатты. Бұл әйел ешкімді көрмейді. Оның бүкіл назары сәл ғана дем алып жатқан арық Гүлнарға ауған. Қыз оның тізесіне басын қойып жатты. Ол айналасында не болып жатқанын және қайда апарып жатқанын түсінбейтін сияқты. Жолдың көп бөлігін ол ұйықтап немесе ес-түссіз жатты. Гүлнар сирек көзін ашқанда Нұргүл Ғаббасқызы оның басын сипап, бірдеңе сыбырлап бала сияқты әлдилейтін. Жақында жетеміз, қымбаттым, сен ұйықта деп ақырын айтатын. Кімсіз сіз? Деп әрең естілетін дауыспен айтты қыз. Нұргүлдің іші түйілді. Ол кейін айтып береді, кім екенін. Қыздың жадынан кейбір сәттер өшіп қалған сияқты, ол оның қасында қалай пайда болғанын есіне түсіре алмайды. Әйел өз өмірінде бірнеше рет қана көрген бақытсыз қызды құтқару үшін қорқынышты өтірікке барды. Қыз жақын маңда тұратын. Кейде Нұргүл Ғаббасқызы көрші үйдің маңында бос және өмірсіз көздері бар жас қыздың баяу жүргенін байқайтын. Қандай арық деп ойлайтын әйел терезеден қарап тұрып. Жел соқса құлап қалатын сияқты. Бір күні Нұргүл онымен көшеде кездесіп қалды. Бақытсыздың ауырып тұрғаны бірден белгілі болды. Бозғылт еріндері жарылған, көздері терең кіріп кеткен, астында қорқынышты көлеңкелер жатқан. Бір күні Нұргүл көрші әжеймен сөйлесу үшін тоқтады. Дәл сол кезде қарсы үйден сол бір оғашқы шықты. Кедей Гүлнар деп басын шайқады әжей Махаббат, ол айналадағы барлығын және барлығы туралы білетін сияқты. Ол кім? Деп сұрады Нұргүл, баяу жүріп бара жатқан көлеңкеге мейіріммен қарап. Мына үйде тұрады деп қыртысты саусағымен көрсетті әжей. Ол жетім, балалар үйінде тәрбиеленген, балалар үйінен шыққан соң тұрмысқа шыққан. Оның күйеуі бар ма? Деп таң қалды Нұргүл Ғаббасқызы. Қыз оған мүлдем жас көрінді, мүмкін 16-да немесе одан сәл ғана үлкен. Болған деп күрсінді көрші. Олар тұрмыс құрған кезде Ұлы Отан соғысы басталған. Қуанышқа сол кезде бөлме берген. Жас отбасы өмір сүре бастаған сияқты, бірақ міне осындай. Содан кейін не болды? Деп қызығушылық танытты Нұргүл. Содан кейін бірден оған жерлеу қағазы келген деп басын шайқады әжей Махаббат. Бақытсыз қыз қайғысын көтере алмаған деп түсіністікпен айтты әйел. Ол жас Гүлнарға күйеуін жоғалтқанға қатты аяушылық танытты. Өйткені Нұргүлдің өзі де жас кезінде жесір қалған. Деп қайғылы созды әжей. Қуаныш кеткенде Гүлнардың баласы болатынын түсінген. Бірақ ол жерлеу қағазын алған кезде баланы жоғалтқан. Құлшықова Нұргүлдің жүрегі бақытсыз қызға деген аяушылықтан сығылды. Әжей Махаббат түсіндіргендей Гүлнар есінен ауыспаған, бірақ тамақ ішуді және ұйықтауды тоқтатқан. Ағза шаршап қалған. Бұл туралы әжей Гүлнардың коммуналдық пәтердегі көршілерінен білген. Жақында өлеті деп қараңғы айтты әжей Махаббат. Бұл жерде жаңа берілмейді. Өкінішті жас қой, өзін жойып жіберген кедей. Көршінің сөздері оған ұнамағанымен, ол оның дұрыс екенін түсінді.
Бірақ ол шекте тұрған бақытсыз қызға қалай көмектесе алады? Нұргүл Ғаббас қызының өзінің уайымы жеткілікті. Ол мектепте жұмыс істеді, әрі офицер ұлының отбасына көмектеседі. Оның немересі Жансаяға 12 жас еді. Келіншегі наубайханада жұмыс істеді, көбіне түнді кетеді. Сондықтан Нұргүл Ғаббас қызы кейде ұлы капитан Асқар Құлшықовтың отбасында түнейтін. Неміс жақтарының күтпеген шабуылынан кейін келіншегі мен немересі қаза тапқан күні әйел ешқашан ұмытпайды. Алайда оқиғалардың егжей-тегжейлері Нұргүлдің жадынан мейіріммен өшірілген сияқты. Стресс соншалық күшті болды, әйел өзінің қайғысын толық түсінбеді. Алайда жан наркоздан шыққан сияқты, шыдамсыз ауыра бастағанда Нұргүл жаңа қорқынышты сезінді. Ұлы әйелі мен қызының жоғалғанын білгенде не болады? Шабуылдан аман қалмағандардың алғашқы тізімін көріп, Нұргүл неге екені белгісіз Құлшықовтардың тегін таппады. Жансаяда оның анасы Ләззатта тізімде жоқ еді, әйел өз көзімен көргенін айтуға күш таппады. Сол кезде көп адамдарды зиратқа апарды. Кейбір адамдар күші жоқ Нұргүл Ғаббас қызына көмектесті. Егер уақыт көбірек өтсе, Ләззат пен Жансаяның көршілері үй басқарушысына Құлшықовтар тұрған бөлмелердің бос екенін, оларды жерлегенін хабарлар еді. Деректер әлі нақтыланып толықтырылуы керек еді. Алайда келесі күні эвакуация ұйымдастырылды, тізімде капитан Құлшықовтың отбасы толық құрамда. Анасы, әйелі және баласы көрсетілген. Нұргүл Ғаббас қызына жинауға бірнеше сағат берілді. Барлығы тұманда және қатты асығыста өтті. Әскери қызметкерлердің отбасылары ерекше санат ретінде бөлек тасымалдануы керек еді. Алайда соңғы сәтте барлығы араласып кетті. Өзін әрең есіне түсіріп, Нұргүл 2 сөмкемен теміржол вокзалындағы эвакуациялық пунктке қарай жүрді. Бір сәтте оның қатып қалған жаны электр тогымен соғылған сияқты. Ол Гүлнарды көрді. Қыз әлі де мақсатсыз үйлердің маңында жүріп жүрді. Ол одан да арық және әлсіз көрінді. Оны мұнда қалдыруға болмайды деп ойлады. Кенеттен Нұргүл және импульске беріліп, бақытсыздың қолынан ұстады. Жүр деп қарлыққан дауыспен айтты әйел, және Гүлнарды өзімен бірге сүйреді. Тек ештеңе айтпа. Таңқаларлығы бозғылт, өмірсіз көлеңке адамға әрең ұқсайтын, тіпті қарсылық көрсетпеді. Ол әйелдің артынан мойынсұнып ерді, ол оны сенімді түрде алып жүрді. Құлшықова Нұргүл Ғаббас қызы, капитан Асқар Құлшықовтың анасы деп жауап берді. Нұргүл қолында эвакуациялық тізім бар тексерушіге. Құлшықова Ләззат деп сұрады жас сарбаз Гүлнарға қарап. Иә, деп асығыс жауап берді әйел. Өтінемін тезірек, ол қазір құлап қалады. Ауырып тұр. Мұнда тағы Жансая тізімде деп шатасып айтты тексеруші. Бірақ өтіңіздер. Нұргүл топтағы бір қызды саусағымен көрсетті. Сарбаз бас изеді және тізімде белгі қойды. Сіздерге офицерлік пайық беріледі деп айтты ол, және Нұргүлға ілініп тұрған өмірсіз қызға қарап қосты. Үшеуіңізге алыңыздар. Адамдар пойызда тәулік бойы сілкініп жатты. Біреулер ұйықтады, бірақ көбі жылады. Нұргүл үнсіз жүрді, тек сирек оянғандағы жас серігіне бірдеңе сыбырлап тұрды. Ол сирек құрғақ галетаны шайнап сумен ішеді. Ал Гүлнардың аузына қант кесектерін салатын. Бір тәуліктен кейін адамдарды түсіріп, фургондарға бөлді. Мұнда ешкім эвакуацияланғандарды тізім бойынша тексермеді. Сарбаз отбасылардың тегін және адам санын оқып, қай фургонға кіру керектігін айтатын. Солардың бірінде Нұргүл мен оның келіншегіне міну керек еді. Кімсіз сіз? деп сұрады Гүлнар көзін ашып. Ол бірнеше рет оянды. Нұргүл оған тамақ беруге тырысты, су ішкізді. Алайда осы уақытта қыз бір сөз айтпады. Қарт көрші таңқаларлық жұпқа таңқала қарады. Ойбай, тексеруші туысқан деп айтқан сияқты, тегі бірдей. Не болды, қымбаттым, бәрін біріктейсің бе деп мейіріммен айтты Нұргүл келіншегінің басын сипап. Содан кейін қатты күрсінді. Ойбай, қандай қайғы, ештеңе есінде жоқ. Көргеннен кейін таңқаларлық емес. Ол немен ауырады? деп күдікпен сұрады көрші және сақтық үшін жылжыды.
Нұргүл қолын белгісіз сермеді, және келіншегінің басында атқылау басталғанда мәселе туындағанын айтты. Өзі ойша аспанға жүгінді, Гүлнар тағы бірдеңе айтпас үшін. Қауіпті өтірік деп ойлады Нұргүл Құлшықова. Чужой әйелді келіншек деп шығарып қана қоймай, бірдің орнына 3 пайы қалған. Егер бірдеңе болса, өзіне нашар болатынын Нұргүл ойламады. Ұлына зиян тимесе болды. Ал Асқар әлі Жансая мен Ләззаттың жоқ екенін білмейді деп ойлады әйел. Ешкім хабар бермейді, мен де бере алмаймын. Егер қолындағы әлсіз тіршілік болмаса, Нұргүл жақындары туралы ойлап, ақылынан ауысатын шығар еді. Бірақ қазір жас Гүлнардың өмірі оған байланысты. Бұл оған ақылын сақтауға және күшін сақтауға көмектеседі. Кейде машина тоқтап, адамдарды табиғи қажеттілік үшін шығаратын. Тоқтаулардың бірінде жүргізуші межелі жерге жақында жететінін хабарлады. Ол тегін және елді мекен атауларын атады. Құлшықовтар, Федоровтар және Игнатовтар Бугаева ауылының үйлеріне орналастырылады деп хабарлады Сарбас. Заттарыңызбен шығуға дайындалыңыздар. Сіздерге 3 күндік пайық беріледі. Нұргүл пайықтың көп бөлігі қалғанын айтпады. Ар-ұжданы әйелді мазаламады. Оның қолында шаршаған қыз бар еді. Жаңа жерде оларды не күтіп тұрғанын Нұргүл елестете алмады. Сондықтан қорлар неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы деп шешті. Капитан Құлшықовтың анасына өте сәттілік түсті. Нұргүлді шеттегі бос тұрған үйге орналастырды. Ауыл кеңесінің басшысы Болат Борисұлының өзі колхоз арбасын бөліп, оларды мекен жайға жеткізуді тапсырды. Мұнда жазылған: Құлшықовтар 3 адам. 3-шісі менің немерем ауруханаға түсті. Кейін алып кетемін. Іші бірдеңе болды. Мұнда жақын аудан орталығында. Ал Гүлнар менің туысқаным деп өтірік айтты әйел. Кейін немере туралы сұрақтар туғанда не ойлайтынын білмеймін. Біздің Бугаевада жақсы адамдар тұрады, көршіге көмексіз қалдырмайды деп күлімсіреп жауап берді Болат Борисұлы. Қажет болса, жүгініңіз. Нұргүл ауыл басшысына тағы да алғыс айтты. Жаңа жерде мұндай жылы қабылдауды күтпеген еді. Әйел үйге асықты, шаршаған жолдан кейін Гүлнарды демалдыру үшін қалдырған. Өзінің қарапайым заттарын жайғастырды, азық-түлікті алысқа жасырды. Ауылдағы адамдар басшының сөзіне қарағанда аштық көрмейтін, бірақ тамақ өте қарапайым. Ал Нұргүлде банкадағы ет консервісі бар еді. Міне, оны сақтады. Алғашқы уақытта қайдан тамақ алады? Әрі Гүлнарды тамақтандыру керек. Алайда әжей Зинадан кейін үйде шағын бақша қалған. Гүлнардың ұйықтап жатқанын көріп, Нұргүл де жатуды шешті. Басында көп ойлар бар еді, бәрін ойлап жылап алуды. Әйел көзін жұмған кезде сыбдыр естіді. Гүлнар ұйықтап жатыр деп ойлады Нұргүл және қарады. Үйде біреу бар сияқты еді. Ол қадамдарды анық естіді. Әйел күрт тұрып үйді аралады. Біреу одан қашып жатқан сияқты естіді. Жасырынып тұрма. Мұнда кім? Деп қатты айтты Нұргүл, ешқандай жауап күтпей. Ол сыбдырларды елестеткен деп ойлауға дайын еді. Мен деп жұқа дауыс естілді. Жансая деп айтуға болмайды. Нұргүл неге көбірек таң қалғаны белгісіз. Қарт камыттың жанында қорқыныштан үлкен көздері бар арық қыз тұрғанына ма, әлде естіген атына ма? Сен кімсің, Жансая? Деп ақырын сұрады Нұргүл. Мен мұнда тұрамын деп жауап берді қыз және артқа шегінген сияқты. Сылқымға тірелді. Ол үйден шығып кеткісі келді, бірақ Нұргүл бермеді. Үйдің кішкентай иесінің арық қолынан ұстап тұрды. Тоқта, сен үй иесі болсаң, біз сенің қонақтарыңбыз деп ойлады әйел, қыздың осы үйде тұратынын айтқаны бекер емес екенін түсініп. Демек, иә, деп сыбырлады Жансая. Онда шай беріп тұрсың ба? Деп сұрады Нұргүл. Беремін деп қыз батылданды. Мен әлі пешті жақпадым, түтін шығады деп қорықтым. Неге түтіннен қорқасың? Деп таң қалды әйел. Пеш жағуды білесің ғой. Себебі біліп қояды, мен мұнда екенімді және интернатқа апарат деп мәлімдеді қыз. Онда рет-ретімен айтшы деп айтты Нұргүл және өз қорларына қол созды. 2 конфет, ет консервісі, галета және печенье шығарып үстелге қойды.
Қарашы, біз саған қолы бос келмедік. Рахмет деп сыбырлады қыз, және көздері дәмдіні көріп жарқырап кетті. Нұргүл педагог болды және балалармен қалай сөйлесуді білді, сондықтан қызды өзіне тарта алды. Ал ол өзінің басынан өткенін айтып берді. Жансая жетім. Ол көрші Клюквина ауылында тұрған. Әкесін соғыс алған, ал анасы қызына 5 жасында қайтыс болған. Анасының туыстары қызды алуға келіскен сияқты, бірақ жетімді ренжітіп, қысым көрсетті, содан кейін интернатқа өткізді. Қалай осында жалғыз қалдың? Деп сұрады Нұргүл, Жансаяның айтқан әңгімесіне таң қалып. Мен интернаттан қашып кеттім. Мені әпкем сол жерге апарды. Оның өзінің 9 баласы бар. Мен Бугаевода үйдің бос тұрғанын білдім, міне, осында тұрып қалдым. Біреу келсе, жасырынамын. Мен қашқан кезде алғаш туыстарыма бардым, бірақ ойымнан қайттым. Осында қалдым, үйді күзеттім. Ешкімді көрмеймін. Міне, тұрып қалдым. Мен жалғыз тұра аламын деп шештім деп мәлімдеді қыз. Тек жазда және күзде жақсы, ал қыста қалай болатынын білмеймін. Нұргүл осы қыздың қалай ересек ойлайтынына таң қалды. Ол не істеу керектігін білмеді. Неге интернаттан қаштың? Онда жаман. Онда тек балалар ғана емес, күтушілер де ренжітеді. Сулы шүберекпен ұрады. Нұргүл басын ұстады. Ох, неге осындай қиындықтар? Енді Жансая мен не істейді? Зұлым әпкеге беруме, ол бақытсызды қорлайтын, немесе интернатқа жіберуме, онда қыздың өмірі болмайтын. Жансая деп сыбырлады Нұргүл қызға қарап. Сені менің немерем сияқты атайды. Ал сіздің немереңіз қайда? Деп қызығушылық танытты Жансая. Жоқ, ол ақырын, көзінде қайғымен жауап берді әйел. Мүлдем жас қыз, 12 жас қана. Мағанда 12, кенеттен айтты қыз. Және Нұргүл жүрегінің күшті соғатынын сезінді. Жансая, қазір біздің не істейтінімізді білмеймін. Демалуым керек деп айтты әйел. Ал ертең отырып әрі қарай не істеу керектігін сөйлесеміз. Жақсы. Жансая қуана бас изеді. Ол шай ішіп, мейірімді Нұргүл әпкемен сөйлесті. Қызбен ұзақ уақыт бойы мұндай жылулықпен және түсіністікпен ешкім сөйлеспеген. Ол қонағының мейірімді және зұлым емес екеніне қуанды. Келесі күні таң жақсы болды. Жансая таң атпай тұрып, бақшада немесе орманда қандайда бір тамырлар мен бұтақтар жинап тұнба жасады. Бұл Гүлнарға беру керек деп айтты қыз. Ол өте әлсіз. Менің әжем тірі кезінде мұндай сусын күш береді деп айтатын. Шапшаң қыз деп күлді Нұргүл және Гүлнарды тұнбамен ішкізе бастады. Қыз әлі де әлсіз еді және ештеңе айтпайтын. Оны жаңа орта тіпті таң қалдырмайтын сияқты. Таңқаларлығы, тұнбаны қабылдағаннан 1 сағат өткен соң Гүлнарға жақсы болды. Ол тіпті дауыс беріп дәретханаға бару керектігін айтты. Жүр, мен саған дәретхана орнын көрсетемін деп ұсынды Жансая және ауырып тұрғанға қолын созды. Және мұнда ғажайып болды. Гүлнар күлімсіреді. Олар қол ұстасып үйден шықты. Гүлнарға жақсы болғанына қуанып, Нұргүл әлі де алаңдаушылық сезінді. Оның айналасында тым көп өтірік, қауіпті өтірік бар еді. Бірақ ол Жансаяны өзінің немересі деп шығаруды шешті, қыздан 2 күн үйде отыруын сұрады. Ал 3-ші күні Нұргүл Ғаббас қызы ауыл кеңесіне келіп қызды шығарғанын айтты. Иә, осындай оқиға болды, құжаттар жоғалды. Қалпына келтіруді сұрады. Енді Жансая оның немересі еді, және ешкімнен жасырынбай, көшеге еркін шыға алатын. Күндер өтіп жатты, әйел өзінің жаңа өміріне үйренген сияқты. Гүлнарға күн сайын жақсы болып жатты. Ол сөйлегіш болды және өзін еркін қызмет етті. Қыз әлі де өте арық еді. Бірақ бозғылт жүзінде жағымды қызару пайда болды. Көздері жарқырап кетті. Күндіз Нұргүл шаруашылықпен айналысты. Ол пайттен қалған өнімдерді және бұрынғы иесінің отырғызған бақшасындағы көкөністерді ақылмен пайдаланып, қарапайым тағам дайындайтын. Гүлнар күші жеткенше көмектеседі, бірақ Нұргүл оны жұмысқа жүктемейтін. Жансая жақсы еді. Ол орманда жабайы жануар сияқты жүгіріп, жидектер мен жаңғақтар әкеледі.
Бір күні қыз жаңа ұстаған балық әкелді, және оның көзқарасынан Нұргүл улудың қайдан алынғанын сұраудың қажеті жоқ екенін түсінді. Екі қала тұрғыны ептілік және өмірлік қызығушылық бойынша ауылдық қызбен салыстыруға келмейтін. Дәл Жансая тамырларды жертөледе сақтау керектігін және қорларды әсіресе қолданбауды айтты. Олар қыста қажет болады. Күзде бақшадан қалғандармен, қисық картоппен, қисық сәбізбен, ормандағы саңырауқұлақтармен тамақтану керек. Тіпті Нұргүл құрғақ шоғырланған сорпа порциясын шығарып, үшеуіне бөлгенде, Жансая мұндай қорларда су уақытқа қалдыру керектігін айтты. Бір күні Нұргүл Жансаяның мектепке барғанын сұрады. Қыз мұрнын тартып соғысқа дейін оқығанын, бірақ үздік оқушы болмағанын айтты. Бұлды түзейміз деп қатаң айтты Нұргүл. Оқимыз. Мен мұғалім болдым. Мен де боламын деп сыңғырлады Гүлнар және қызарды. Мен нашар оқимын және жазамын. Неге осындай болды? Сен қалада тұрған сияқтысың деп таң қалды Нұргүл Ғаббасқызы. Ауылдамын, онда мектеп жоқ еді, алыс жүру керек, ал анам ауырып тұрды, міне, оқуға уақыт болмады. Балалар үйіне түскенде маған 13 жас еді. Бірінші сыныптықтармен партаға отырмаймын ғой. Күтушілерге көмектестім, кішкентайларға қарадым, еден жудым, кір жуатындармен бірге кір жудым. Маған да жазу және оқуды үйретіңіз. Мен әріптерді білемін. Тіпті буынмен оқимын, бірақ одан артық емес. Әйел бас изеді және жүрегінде жарық түскен сияқты. Ол қатаң костюмдегі Нұргүл Ғаббасқызы болғанын, балаларды сауаттылыққа және жазуға үйреткенін есіне түсірді. Гүлнар қуана қол шапалақтады, ал Жансая тұмсығын бұрды. Ол тағы мұрнын тартып қолдың сыртқы жағымен сүртті. Оқуды қазірден бастаймыз деп айтты Нұргүл. Және тек оқу мен жазу ғана емес, жақсы әдепке. Жансая, сенің мұрын орамалың бар ма? Не үшін? Деп таң қалды қыз. Себебі мұрынды қолмен сүрту әдем емес. Және осылай тартуда айтпақшы деп қабағын түйді әйел, және Жансаяның мұрнына жеңіл шертті. Гүлнар күлді, бірақ мұғалім оған соншалық қатаң қарады, қыз бірден үндемеді. Нұргүл Ғаббасқызының бірдеңесі бар еді, ол тыңдауға мәжбүр етеді. Күрсініп әйел сөмкеден жұмсақ матаның кесегін шығарып, оқушыларға созды. Бұл матаны орамалға кесу керек деп тапсырды ол. Тек тегіс кесіңіздер, әдемі және ұқыпты орамал болу үшін. Нұргүл Ғаббасқызы, Гүлнар және Жансая достықпен тұрды. Әйел өтіріктің сирек жақсылыққа әкелетінін түсінді. Бірақ дұрыс істеген де білді. Уақыт өтті. Қаладан капитанның анасы, әйелі және қызы эвакуацияланғаны ешкім білмеді. Ал ауылға ана, қыз және туысқан келді, бірақ әйел емес. Гүлнар алғыс айтты, Нұргүлдің эвакуация кезінде оны өзінің келіншегі деп атағанын біліп, қаланы отпен атқылаудан шығарғанын. Мен сізге, Нұргүл Ғаббасқызы, өмір бойы алғыс айтамын, бірақ шындығы ашылса не болады? Көп уақыт өтті, ешкім сұрақ қоймады. Мен тек ұлым үшін алаңдаймын, оған қалай айту керек? 2 айдан кейін шеттегі ескі үйге пошташы бала келді. Эвакуация кезінде капитан Құлшықов отбасының жаңа мекенжайы туралы деректер офицерге жіберілген, сондықтан оның хаты дәл осында келді. Нұргүл қағазды сүйді, бетіне басты. Ол қуаныштан жылады. Бұл ұлдың тірі екеніне қандай қуаныш. Бірақ қайғының көз жасы да бар еді. Ұлға әйел мен қызының жоқ екенін қалай айту керек, және әйел тағы өтірікке барды. Нұргүл ұлына әйелі мен қызының қаза болғаны туралы мәліметсіз жауап жаза алмады. Асқардың барлығын біліп алатынын, және сол күні ләззатпен Жансая қаза тапқанын білетінін білді. Эвакуациядағы өтірік үшін салдар тек Нұргүл мен Гүлнарға ғана емес, қорқынышты болуы мүмкін. Асқардың өзіне де ауыр мәселелер қауіп төндіреді. Және Нұргүл ұлына Бугаева ауылында жақсы тұратындарын, қызы Жансаяның үлкен ақылды болып өсіп жатқанын, ал әйелінің де сүйіктісін күтетінін жазды. Мен сіздерге қаншалықты ауыр екенін білемін деп бір күні айтты Гүлнар Нұргүлді иығынан құшақтап. Сіз маған ешқашан болмаған ана сияқтысыз. Асқардың не айтатынын ойлағанның өзі ауыр. Ол мені өтірік үшін жек көреді деп ақырын жауап берді Нұргүл.
бірақ ол қызмет етіп, үйге жеңіспен қайтатынын армандайтынын білемін. Менің ұлым үшін олар әлі тірі. Осылай жалғаса берсін. Және хаттарды екеумізден деп жаза беремін. Шеттегі ескі үйдің тұрғындары бірінші қысты ауыр өткізді. Және де бір-біріне қолдау көрсетіп, олар рухын түсірмеді. Гүлнар толықтырды. Оның жүзінен аурулық бозғылттық жоғалғанда, арықтық соншалық күшті болмағанда, Нұргүл таңқалып, оның нағыз сұлу екенін байқады. Әйел өзінің оқушылармен айналысуды жалғады. Қайғылы ойлардан алшақтау үшін ол жергілікті мектепке жұмысқа барды, ал үйде өз қыздарын оқытты. Осылай олар бірінші қысты өткізді. Ал көктемде мектепке дейінгі сабақтар болмады. Қыс қор жинаудың және бақшаны ақылмен отырғызудың қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Апталар мен айлар осылай өтті, Нұргүл жазды. Ұлына хаттар, онда әйелі мен қызының тірі және сау екені айтылған. Оған Асқар жауап беріп, неге әйелі мен қызы өздері жазбайтынын сұрады, ал анасы оның хаттары барлығынан деп жауап берді. Содан кейін капитан Құлшықовтан хат келді, онда ол қысқа демалыс туралы хабарлады. Асқар отбасынан белгіленген уақытта Загорскқа, Аттас станцияда орналасқан қала типті поселкеге келуді сұрады. Уақытым аз, ұзақ жол жүремін деп жазды ол. Ләззат, ана және Жансая, маған келіңіздер, көрісеміз. Қаншалықты сағындым, жақындарым. Нұргүлдің көзіне жас келді. Ол жылады, жақында Асқардың жаман хабарды білетін сәті келетінін түсініп. Және ол жесір, қызы қаза тапқан емес, анасы қос өтірікке барғаны, және эвакуациядағы өтірік туралы біреу білсе деп қорқып тұратыны. Нұргүл әпке, мен сізбен бірге барайын деп айтты қыз. Мен сіздің ұлыңызға барлығын түсіндіре аламын, сіздің жақсы екеніңізді айтамын. Әрине, ол өзінің қызы мен әйелі үшін қайғырады. Жоқ, Жансая, Нұргүл әпкемен мен барамын деп айтты Гүлнар. Алайда әйел басын шайқады. Бұл оның өтірігі, оның кресті. Оған жалғыз жауапкершілікті көтеру керек. Өзінің ұлын Загорск станциясында Нұргүл бірден таныды. Ол ауыстырып мініп жетті, бір тәуліктен артық тамақ ішпеді, және ұйықтамады. Ойлары қуанышты емес еді, бірақ ұлымен кездесу алда еді. Ол оны бірден көрді, және сол сәтте таныды. Ал Асқар оған қарай бара жатқан әйелдің анасы екенін түсінбеді. Себебі тек оны ғана емес, әйелі мен қызында көруді күткен шығар. Ол оны таныған кезде қорқынышты бірдеңе болғанын түсінді. Жүрегі бұрында қайғыны сезген. Бекер емес, хаттар тек анадан болды, ал Ләззат пен Жансая осы хаттарда көрінбейтіндей болып тұрды, бірақ өздері жазбады. Нұргүл ұлының ауырған көзін көргенде бірдеңе байланыссыз айқайлады, тоқтады және тізе бүкті. Ұлы анасына қарай жүгірді, жүрегі шарасы соқты. Ана, не болды? Деп айқайлады Асқар. Ләззат қайда? Ана, ал Жансая қайда? Кешір, ұлым, кешір деп көз жасына толып, жалғастырды ана. Мені кешір, өтірікші қарғыс атқан. Не үшін сені кешіремін? Қызың қайда, ал Ләззат қайда деп айтшы. Ауырып тұрма. Асқар анасын тұрғызып, станцияға жақын тұрған орындыққа барды, жұбата алмайтын әйелді құшақтады, және бір нәрсені сұрай берді. Өткен жыл атқылауға түсті, көз жасына толып, жылады Нұргүл. Бірақ сен маған деп бастады ұлы, және үндемеді. Демек, ана осы уақыт бойы оны алдаған. Нұргүл ұлынан лайықты презрение алатынын ойлады, бірақ ол болмады. Енді Асқардың жылайтын уақыты келді. Ол адамдардан ұялмай жылады, олар өтіп бара жатып офицерге таңқалы қарады. Ана, не және қалай болғанын айтшы? Деп сұрады Асқар. Мен қайғыны сездім. Сен мені қорқынышты шындықтан сақтадың деп ойладым. Бірақ басқа себептер бар шығар, сен осындай өтірікке бардың. Нұргүл барлығын айтты. Олар ұлмен қол ұстасып жүріп, Ләззат пен Жансаяны жоқтады. Әйел бірден Гүлнарды қалай құтқарғаны, және басқа қыз Жансая туралы айтуды бастамады. Бірақ уақыт келді, және ана олар туралы айтты. Сен өтірікке саналы түрде бардың, ана, басын шайқады Асқар. Бірақ қыздың өмірін құтқарғаның үшін сені соттай аламын ба?
Мен жоқ болсам, біреудің анасы менің сүйіктімді құтқарғанын қаламас па едім. Осылай айтпа, ұлым деп жалынды Нұргүл ұлын құшақтап. Ал Жансая, егер менің қызыма жетім болып түссе, сен сияқты әйел оны өз қанатының астына алғанын қаламас па едім деп жалғастырды Асқар. Мен сені жек көреді деп қорықтым деп мойындады әйел ұлына көз жасы арқылы қарап. Қалай жек көре аламын? Деп қайғымен айтты ұлы. Ләззат пен Жансаяны қайтара алмаймыз, ал сен екі өмірді құтқардың. 2 күннен кейін Асқар анасымен қоштасқанда, оған ақша салды қалтасына, және сөмкеге тамақ салды. Ол әйелді сүйді, және құшақтады, және өзін сақтауды айтты. Сен жалғыз қалдың, ана деп ыстық айтты ұлы. Сен ұзақ өмір сүр, және қыздарыңды сақта. Соғыс соңына дейін Нұргүл Гүлнар мен Жансая мен әжей Зинаның үйінде тұрды. Бірақ жеңісті мамыр келді, бірақ Асқар бірден үйге келе алмады. Әскери болып қызметте қалды. 1945 жылдың соңында Асқар Бугаеваға 3 күнге келді, Жансая мен Гүлнармен танысты. Кездесудегі өзара ұялуға қарамастан, олар жақында ортақ тіл тапты. Асқар Жансаяға көз жасынсыз қарай алмады. Оған 15 жас еді, дәл оның қызына болатын жас. Тірі қалса, Гүлнар әйелі Ләззаттан әлде қайда жас еді. Бірақ неге екені белгісіз, онымен көз түйіскенде ол ыңғайсыздық сезінді. Анасын шетке апарып, Асқар Ләззат туралы сұрақтар болмайтынын айтты. Билік деректері бойынша ол 44 жылы қаза тапқан болып саналады. Сүзек ауруынан. Ал Жансая ше? Деп дірілдеген дауыспен сұрады Нұргүл. Ал Жансая барлық деректер бойынша тірі қалады деп жауап берді Асқар, және көз жасын сүртті. Эпилог. Асқар Құлшықов әжей Зинаның үйінде тұрған Жансаяны өзінің қызы деп таныды. Оған офицер отбасының мүшесі ретінде барлық жеңілдіктер тиесілі еді. Асқар Тұлалық облыста қызмет етті. Осында өзінің анасы Нұргүл Ғаббасқызы, қызы Жансая және екінші әйелі Гүлнарды ауыстырды, мақұл Ләззатқа адалдық сақтап. Біраз уақыттан кейін Асқар әрі қарай өмір сүруге күш тапты. Гүлнар мен Асқар арасындағы симпатия бірден пайда болды, бірақ біраз уақыттан кейін олар өзара ұялуды жеңіп сөйлесе бастады. Бірнеше айлық трогательді достықтан кейін офицер Құлшықов қызға тұрмысқа шықты, ол оған жақсы әйел болды. Жақында Гүлнар мен Асқарда балалар пайда болды. Алғаш ұл, содан кейін 2 қыз ауырайы. Авторды оқып қолдағаныңызға рахмет. Қымбаттыларым, мұндай әңгімелерден жүрек тоқтайды. Сіздердің ойыңызша Нұргүл Ғаббасқызының осындай өтірікке құқығы бар ма еді? Сіздер оны айыптайсыздар ма, немесе оның батылдығы алдында бас иесіздер ме? Түсініктемелерде жазыңыздар, оның орнында болсаңыздар, қалай істер едіңіздер? Үйіңізге батаның дұғасы. Құдайым осы жолдарда оқып тұрған әркімге бата бер. Сіздің үйіңізде әрқашан нан және бейбітшілік болсын, ал балалар мен немерелер тірі және сау болсын. Құдайдың рақымы сіздің отбасыңызды қайғы мен аурудан сақтасын. Нұргүл Ғаббасқызы өзінің жақындарын сақтаған сияқты. Бұл батаның күшіне кіріп, сіздің жақындарыңызға тию үшін, бүгін жақсылық тілеген адамдарыңызбен осы видеомен бөлісіңіздер. Бұл әңгіменің жылуы сіздің достарыңыз бен жақындарыңыздың жанын жылытсын. Әумин. Әңгімем ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл арнада күнделікті жаңадан әңгімелер шығып отырады. Жоғалтып алмау үшін тіркелу батырмасын басып қойыңыз. Мен сізге зор денсаулық, бақытты өмір тілеймін. Менімен бірге болып, мені тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет.